Барлықтарыңызға сәлем. Бүгін сіздермен баунти тортының оңай рецептімен бөліскім келеді. Ол үшін видеоны соңына дейін қарап, менімен бірге дайындаңыздар. Ең алдымен құрғақ ыдысқа дәміне қарай қант және бөлме температурасындағы 3 жұмыртқаны қосып миксерлейміз. Жұмыртқаны ағарғанша араластырып, оның үстіне ерітілген 72% құрайтын сары майды қосып, барлығын миксерлейміз. Енді оның үстіне жылы сүтті қосып, тағы да миксерлейміз. Сұйық массаны араластырып алған соң, ұнды дайындаймыз. Ол үшін елекке ұн, қопсытқыш және какаоны салып, електің ішінде араластырып аламыз. Содан соң дайын болған ұнымызды сұйық массамызға електен өткізе отыра, біртіндеп қосып миксерлейміз. Осымен біздің қамырымыз дайын болды. Енді оны формаға теңдей етіп бөліп пісіріп аламыз. Осы қамырдан 2 бисквит шығады. Осымен 2 бисквитімізді пісіріп алдық. Енді торттың кремін дайындаймыз. Ең алдымен кремін дайындау үшін қайнап жатқан сүттің үстіне манная крупаны салып араластырып тұрамыз. 2 минуттай қайнатып, оттан аламыз. Сүтті оттан алған соң 1-2 минуттай суытып қоямыз. Содан соң үстіне кокосовая стружканы қосып араластырамыз. Масса суыған кезде қойылынатын болады. Бөлек ыдысқа бөлме температурасындағы сары май және қантты қосып миксерлейміз. Және оның үстіне біртіндеп кокосовая стружканы салып миксерлейміз. Барлығын бірден қосуға болмайды. Осымен кремді толықтай дайындап алдық. Енді тортты жинақтаймыз. Ол үшін бірінші бисквитке кальцоны кигізіп, оның үстіне кремді жағып шығамыз. Кальцоны пайдалану міндетті емес. Енді дәл осылай екінші бисквиттің үстіне де кремді жағып шығамыз.
Барлық кремді жағып болған соң, енді оның үстіне шоколадный ганашты ерітіп құямыз. Енді тортымызды тоңазытқышқа 1 сағатқа салып қоямыз. Осымен біздің баунти тортымыз дайын болды. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер. Өте жұмсақ әрі дәмді болып шықты. Егер сіздерге видео ұнаса, лайк басып, каналға жазылуды ұмытпаңыздар. Менімен бірге дайындап, ауыз тиіңіздер. Барлықтарыңызға ас болсын.